Туған күнің құтты болсын. Естіп атырық. Жас балаңа шетелден әншілер шақырып, дүркіретіп той жасап беріпсіңдер. Біле білсеңіздер, біздің Арқалыққа да 55-ке келіп жатыр. Бізге да тым болмаса зат дебек жіберіп тұрыңда шарасында. Ендеше тақпақ. Өзімнің қызым арнайым. Қызым қазір жігітім. Мақыл, жалғастырай кеттік ендеше. Аспанда тұр жұлдыздар жайнап, газда тұр ғой шай қайнап. Сен отырсың махаббат тойлап, неғып отсың атаңын әлі шай қайнап кетті ғой. Онша емес, тағы біреу бар. Тағдыр туралы бар. Тағдыр туралы кеттік. Тағдыр, амал бар ма? Өз сезімін қорласа, нан ал деп ем сұмырай неге алдың қалбаса? 2,5 шетілерде келем деп ең, келмедің ғой. Болды. Сосын тағы біреу бар. Тағы біреу бар ма? Саяси тақпақ. Алматы, Апорт алманың отаны. Тараз, бұзықпалардың отаны. Астана, Шымкенттердің отаны. Қазақстан, таңғалдырыңмен жалықпайсың. Көп сөзбаймыз, Өзіміз білмесек те, Астананың гүлденуіне елеулі үлесін қосып жүрген жаңа өзендіктер. Біз тағы келдік! Жоқ, түсінбедім. Қалай сонда? Нені түсінбедің? Астананың гүлденуіне Жаңаөзеннің қандай қатысы бар? Міне қара, мұнау Астана. Мұнау Жаңаөзен. Әрине. Жаңаөзенде мұнай шығады. Міндетті түрде. Шыққан мұнай, мына құбыр арқылы жан-жаққа тарайды. Соның арқасында Астанамызда мынандай керемет ғимараттар, мынандай керемет зәулім сарайлар салынады. Қараш, Астанамыз қандай әдемі. Сен не істедің? Мұнай өтіп жатқан құбырды басып тұрмын. Міне, сен мұнай өтіп жатқан құбырды басып едің, Астанада тұрған анау ғимараттың құрылысы тоқтап қалды. Тарт аяғыңды. Жігіттер, жалғастыра беріңдер. Өсіп Астанамыз күннен күнге гүлдене түседі. Әлемге атыңда жырлаймын Астана, сүйемін өзіңді, Астана бас қала. Сүйемін өзіңді, Астана бас қала. Өсейін деп жүрген бала ғой, шапалақта отырыңдар. Кез келген подъездің алдында болатын оқиға. Кім? Мен аш. Ашылды ма? Ашылды ма дейім? Мүмкін қазақ эстрадасын дұрыс айтпаған шығармыз. Менде бар зерттеу. Әйгілі әнші Асан Пердешев Н әрпін жақсы көреді екен. Жүрегімде ерте ашылған, махаббаттың гүлісің бе сен, кірпігіме келіп асылған, көздерімнің мұңысың ба сен, сенің ғана бағың болам деп. Жүрегімде ерте ашылған. Қалайсыңдар? Жақсы! Образға кірмей қашын айтасаңдаршы? Жақсы болады. Алматтан келдіңдер ма? Қалай Алмат? Не жаңалық қуатыр? Жақсы Алматы. Не істедіңдер? Метроларың жүріп тұр ма? Жүріп тұр. Жарып тындыңдар ма? Ой, молодец. Қай жері жарылды шыған? Ана бір аялдамасы жарылды. Аялдамасы жарылды. Қой көрмеген қуалап өлтіреді дейді. 20 жыл бойы әйтеуір бірдеңе қыл жалып бербек, ән құртты жарып. Хамеке, оны ешкім әдейге жармайды ғой. Біз енді әдейі саған жоқпыз, соны менсін деп салдық. Ауа райы қалай? Ой, ауа райы Алматыда жаз қазір. Жазыңды қой сені. Қазақстанда заң бір-ақ жерден шығады. Ана мұздатқыштарыңды ашасыңдар ма, кондиционерді қосасын ба, білмеймін. Астананың ауа райы сияқты қып қойыңдар Алматын. Хамеке, мынау біз командада аз емеспіз ба? Аз болып іштеңе кетпейді. Біздің команда құрметті көрермендер той сияқты. Аз болсын, көп болсын, бәрібір асаба сөйлейді. Осқынсыз.
қайталап айтуға қорықпаймын. Ұсқынсыз. Өте қуаныштымын, Алмат. Құрметті астаналықтар және құрметсіз астаналықтар. Бізге бәрібір. Бізге бәрібір, біз сіздерді бөлмейміз. Сендер нан емес, сіздер біздер пышақ емеспіз. Ей, сендер немене екеуін ауысып үнемі? Ана, семейдің әкімдері сияқты. Уа-па-ба-ду-ба, саясат! Қазақстан ұлттық арнасының елім менің бағдарламасы. Қазақстан ұлттық арнасында елім менің бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Мөлдір Өлбекова. Көйлек қызыл бешпек қалжыңдайып. Сонымен ең бірінші Астанада ипотекаға алсан, не болады? Астанада ипотека алсан. Ипотека алсан. Қора емес. Ал. Дұрыс, баспана. Келесісіз, мына қазақтың қалтасынан күнде шығатын нәрсе. Қазақтың қалтасынан қазақтың шығыны. Пара емес. Ал. Тез. Ақша кімге кетеді? Дұрыс, құда дұрыс. Келесі сөз. Қазақстан ұлттық арнасындағы ең сүйкімді жүргізуші. Тез. Мәдиде әдемі ғой, бірақ сонда да кішкене. Өш жоқ, тез. Дұрыс. Және Астанада өте кең тараған сөз. Астанада нұр сөзі тұрғанда қалған әріптер артық боп қалады. Армысыздар достар, біз Астанаға бірнеше рет келсек те, сіздер біздің өнерлерімізді әлі толық білмейсіздер. Не бұл? Үрленіп тұрған шарды жіберіп қалсаң осылай болады ғой. Ал мен ТВ Бинго ойындағы дауыс салам. 59. Құттықтаймыз. Ей, бір өнерден тек. Шыбынның даусы. Ал енді еркек шыбынның даусы. Болды. Мені жел соққан кездегі шырмауықтың даусын салам. Салса енді, жел соқсында. Тұрыңа! Ширек финал, құтты болсын! Не болып жатыр? Аға, бізде жайдарман, ширек финал таңғалдыру керек. Шарма? Иә. Айта бер, Баха. Аға, не істеп жатсыз? Ашпай сөйлесіп қойыппын ғой. Айта бер, Баха. Сенің атың кім? Нұрперзент. Үйіңде қанша ит бар? 2 ит бар. Сен санамағанда ше? Сенің атың кім? Дамир. Сен анау көзін ашып ұйықтайтын бала емессің бе? Иә. Құлағың жауып демалып көрші ал. Сенің атың кім? Таеквондо. Ұнататын спорт түрің қандай? Аблайхан. Кешіріңіз аға. Кешіріңіз. Атың кім? Бокс. Уай. Байқап жүрсейші.
Аға, қайда қарап тұрсыздар? Жаңа сен кетпедің. Сенің атың кім? Нурик. Арқам қыртылдап берші. Аға, кесеңші қытырлап берейін. Сенің атың кім? Рүстем. Шыңғыс ханның 500-ге жуық әйелі болған білесің ба? Иә. Сен қаншашыншысы болдың? Шыңғыс хан, шай ішесің ба? Сенің атың кім? Аманжан? БДБ емессің ба? Иә. БДБ болғанның қандай жаман жақтары бар? Жақсы жақтарын айта салайын бірінші. Жарайды. Жақсы жақтары, мысал басқа танымайтын жерге барсам, бірден танып қояды. О, БДБ-ге жатыр дейді, басым дәу ғой себебі. Мақтанатындай жағдай екен. Жаман жақтары қандай? Жаман жақтарын айтатын болсам, Абайла басың ауып баратыр. Сендер кішкене шоу-бизнеске жақын отырсыңдар, шар жақтағылар. Сендер кішкене шоу-бизнеске жақынсыңдар ғой, мен сендерді бір нәрсе сұрайын деп едім. Шынымен ба Заттыбектің Зімай гангста деген өлең шығайын деп атқаны? Аға, сіз бізге кәдімдей кедергі боласыз, мүмкін кетерсіз, Анау жындыма құлағым жалап кетті ғой, бергелі! Өзгелер шетелге барғанда демалатын шығар, ал біздің қазекеңдер Түркияға барып демалса. Жеңеше, сізді Түркияға барып демалып келді деп жатыр. Қалай демалып келдіңіз? Түркияға барып күйеуіме костюм шалбар алдым. Ол ештеңе емес, қысқа тон алдым. Ұзатылайын деп атқан қайынсіңілім Шолпан бар ғой. Соған алтын сақина алдым, дубайский. Алтын білезік алдым. Балдарыма мектеп формасын герізбей ба, герізбей. Жеңеше, оның бәрін түсініп отырмын ғой. Жалпы Түркияға барып қалай демалып келдіңіз деймін сізге? Енді айтып отқан жоқпын ба? Күйеуіме костюм шалбар алдым. Қазақтың атақты боксшысы Серік Сәпиев алтын медальмен үйіне оралуы. Менің чемпион ұлым келді, жаны. Сөкінай. Кәне. Ай, ашық қалды балам. Ана бөлмеде әкең отыр. Бар, амандасып қайт. Қалайсың, пап? Қайда жүрсің сен? Қайда жүрсің деймін саған? Балалармен олимпиада орғытқанбыз. Сені кім жіберді? Мемлекет барлық жіберді ғой. Сенен сұрап тұрмын, сені кім жіберді? Сіз мен кеткенде Моншада болғансыз. Сен осы Лондоннан басқа ешқайда барған жоқсың ба? Жоқ. Қарағанды Лондон, Лондон Қарағанды. Кеше ғана елордамыз Астанада елбасымыз Серік Сәпиевпен жеке кездесуде болды. Енді өз шақырды ғой. Жарайсың балам. Қиял әлеміне саяхат. Барлығымызға белгілі 3 метр теңіз деңгейінен жоғары кинофильмдегі Арчи мен Баби менің атым Қожа кинофильміне түссе қалай болады екен? Ақбұсау, мен сен үйге қарай қуам, сен Жанардың үйіне қаш. О, пауча, сиданчава. О, қандай әдемі Ақбұсау. Бұсау, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен үйге бар дедім ғой, бар үйге. Сәлем Жанар, қалайсың? Көргеніме өте қуаныштымын. Ачукава, Пуберо, Акачина. О, Қожа, бұл қайтадан сен бе? Жанар, бір сәтке тыңдашы, саған арнаға өрмек жұмақтарым бар. Иткен ғана сүйкім дедің, сүйкімді ести қалсам шаттанамын күлкіңді.
Жанташа? О, Жантас, сен ба? Я қазір келем. Тағдыр неткен қатал ет, о тоба. Неге сүйгенім шынайы сезімімді аяқ асты етті? Неге? Поркаламина, портады. Бауырым мұңаймашы. Бәрі жақсы болады. Рахмет саған Ақбұзау. Сен болмасаң мен осы түсінетін. Тағдыр бізді жолда да неше түрлі адамдармен жолықтырады. Қайтадан сендер ма? Қайтадан сендер ма? Шаршаттыңдар ау, айналайындар ау, саңырақ ұлақсақ, метр сайтып. Мына жерге түз, маған бәрі құлаттарын тартып ал. Бетіге түкірген бар, түсіндің ба? Саламатсың. Саламатсың. Аға сержант Оңғарбай, құжаттарыңыз. Құжаттарым? Ал, мінеке құжаттарым ал. Ремень тағулы ма? Тағып тұр ғой мен. Техосмотр. Бар, техосмотр мен. Аптечка? Бар, аптечка бар. Аварийка жанып тұр ма? Істеп тұр. Ал, не істейсің ал? Кел. Көзіңіз неге қызарулы? Екі күн үйде жоқпын, жұмыста болдым. Ал, не істейсің ал? Мәс. О, нөмір көрінбей тұр, машинаңыз неге балшық? Неге балшық? Бұл әзілде топтың атына сай ерекше аяқтағымыз келіп отыр. Яғни біздің жүргізуші бұл әзілді сабырмен аяқтайды. Сабырмен. Ендеше сізге машинам неге балшық қойған түсіндірейін. Барлығымызға белгілі 2010 жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партия мемлекеттік қаржы жұмсау мәселесі бойынша Батыс Қытай, Батыс Еуропа жол серуен салуды шешті. Яғни дәлірек айтатын болсақ, 7,9 миллион адам тұратын 5 облыстық аумақ құрады екен. 2452 шақырым пайызбен санайтын болсақ 22,6. Яғни мен салынбаған жерімде жүрдім, сондықтан да машинам балшық болып қалды. Бұл жерде мен кінәлі емес, басқа бір кінәлі, дұрыс емес па? Ал негізі заң жүзінде айтатын болсақ, тоқтатыңыз, мен қорытынды жазып жатырмын ғой. Заң жүзінде айтатын болсақ, сіз жаңа ғана жақындар алдына маған өзіңіз таныстырып құжаттарыңызды көрсетіп кейін үшін тоқтатқаныңызды түсіндіру керек едіңіз. Егер де осының бәрін бейнетаспаға түсірген болсам, сізді 57 статья 6 бап бойынша басыңызға айыппұл салып жұмыстан шығаратын құқығым бар. Қысқасы айтқанда өміріңізді талқан қылар едім. Ондай қорытынды күткен жоқсыңдар ма? Сәкібай, өзіңнің тілегіңді айтшы. Жақсы аға апа, бүгінгі тойдан құтты болсын, туған күнден жасында шыға беріңдер ал. Сүйгеніне сүрінбей қосыңдар, өмірде бақытты болыңдар ал. Бүгінгі мен тойға шақырып атқан сендерге рахмет етемін. Ашпаны ашық, тоштаған жоқ болсын ал. Құдар, оңдарың құтты болсын. Құда мың-жылдық, құда 100 жылдық айтпай ма? Ұрыспандар, қырыспандар. Мен сендерге арнаған бір өлеңім бар. Махаббат деген биік тас, оған ешкім жете алмас. Бірақ оған жетеді, шын махаббат шаққу болын. Сәкібай, ау, өзің не айтқанға түсіндің бе? Жоқ. Сөзіміздің соңында, құрметті астаналықтар, Астананың вокзалына барсақ, қағазға, ұзын қағазға шұбыртып, орысша квартира деп жазып алған апалар жүреді. Со квартира дегеннің орнына қазақша қысқартып, екі әріппен үй деп жазып қойса болады ғой. Мына жерге былай салып қоюға ыңғайлы, қағазға да үнем болады. Бейджикке салып қоюға болады. Соны сағыздан келіп біз айтуымыз керек пе? Өздерің бастарыңмен жасамайсыңдар ма? Астананы кімейсіңдер ма?